Фильм Вашингтондағы Dallas International аэропорт әуежайында қатты қарлы боран кезінде басталады. Джон Маклейннің көлігі заңсыз қойылғаны үшін эвакуатормен алып кетіледі. Ол өзін Лос-Анджелестен жақындағаны ауысып келген Лос-Анджелес полиция департаменті қызметкері екенін айтса да, ешкім тыңдамайды. Көлігі әкетіліп жатқанда оның пейджері шырылдайды. Терминалдың ішінде Джон телефон іздеп жүріп, теледидардан бұрынғы диктатор, кейін есірткі баронына айналған генерал Рамон Эсперансаны экстрадициялау туралы жаңалықты көреді. Басқа жерде полковник Стюарт дәл осы жаңалықты тыңдап отырып жаттығу жасап жатыр. Бір кездері ақш қолдаған Эсперанса қаржыландыру тоқтаған соң кокаин саудасына көшкен. Қазір оның ең жақын одақтасы абыройынан айырылған арнайы жасақ офицері Стюарт. Джон кешігіп жатқан ұшақ рейсінде отырған әйелі Холлимен кездеседі. Жақын маңында отырған егде жастағы жолаушы өзін қорғау үшін алып жүретін электрошокерін мақтанышпен көрсетіп отыр. Ал әуежайға жақын бір шіркеуде Стюарттың адамдары жасырын база ұйымдастырады. Тексеруші болып кейіптенген Бейкер мен Топсон ғимаратқа кіріп тазалаушыны өлтіріп, операцияға қажетті орынды бекітеді. Даллас әуежайында Стюарттың орынбасары Гарбер ауа райының нашарлауына қарамастан топқа операцияны жалғастыруды бұйырады. Джон олардың күмәнді әрекетін байқайды. Бірақ бұған дейін әуежай полициясы оны еленбегендіктен бірден әрекет етуге батпайды. Тілші Сэм Колманды Стюарт пен Гранттың бірге жүрген байқайды. Бірақ оны да ешкім тыңдамайды. Джон Кокранды жасырын багаж аймағына дейін аңдып барады, оны Миллермен бірге әуежай жүйелерін бұзып жатқан жерінен ұстайды. Джон олардың құжаттарын талап еткенде олар оқ жаудырады. Конвейер ленталарының үстінде атыс басталады. Джон біреуін багажды қысатын пресс арқылы өлтіреді. Бірақ Миллер қашып кетеді. Осы кезде әуежай полициясы келіп, Джонның жеке куәлігі жоғалтқандықтан оны ұстап алып кетеді. 140-шы рейсте тілші Ричардс Торнберг борт серіктерімен жанжалдасып, Холлиден алыс отыруды талап етеді. Ол бұрын Плаза ғимаратында болған оқиғадағы зорлық-зомбылықты еске алады. Кокранның мәйіті табылғаннан кейін Джон босатылады. Бірақ ол жағдайды түсіндірмей тұрып, тілшілер оны қоршап алады. Шіркеуде Миллер Кокранның өлгенін Стюартқа хабарлайды. Ал Стюарт сәтсіздікке жол жоқ екенін ескертеді. Джон әуежай полициясының бастығы Кармен Лоренсоға багаж жүйесін дереу тоқтату керек екенін айтып, террористер металл детекторлар байқамайтын керамикалық қару қолданғанын түсіндіреді. Бірақ Лоренсо оны тыңдамай сыртқа шығарып жібереді. Жалғыз қалған Джон мәйіт әкетілер алдында Кокранның саусақ іздерін алып, ескі досы Эл Паулге тексеруді өтінеді. Кейін Паул Кокран Гондурастағы құпия операциядан кейін ресми түрде өлді деп жарияланғанын хабарлайды. Осы кезде Эсперансаның ұшағы Далласке қарай ұшып келеді. Бірақ ауа райының нашарлауынан айналадағы әуежайлар жабылады. Джон Кокранның ісін көрсетіп, Эсперансаның келуі үлкен жоспардың бөлігі екенін айтады. Бірақ Лоренсо тағы да оны елемейді. Стюарттың тобы әуежайдың навигациялық жүйесін істен шығарып, әуежайды жартылай қараңғылыққа батырады. Ішінде 15 мыңнан астам адам болғандықтан билік дүрбелең болмас үшін шындықты жасырмақ болады. Келіп жатқан ұшақтар ауада айналып ұшуға мәжбүр болады. Стюарт басқару мұнарасының желігін басып алып, әуежайды өз бақылауына алғанын жариялайды. Ол Эсперансаның белгіленген ұшу жолағына қонуына рұқсат беруді талап етеді. Кедергі жасалса, мыңдаған адам қаза табатынын ескертеді. Барнс қарсы әрекет ұйымдастыруға кіріседі. Ал Джон Эсперанса қашып кетсе, оны енді ешкім ешқашан ұстай алмайтынын айтады. Лоренсо болса, SWAT бәрін шешеді деп сеніп, Джонды мұнарадан шығарып жібереді. Джон кетіп бара жатып, Барнстың аяқталмаған терминал қанатын пайдаланып, Стюарттың бақылауын айналып өту туралы айтып жатқан естиді. Джоан Стюарт бүкіл операцияны ұйымдастырғанын түсінеді. Барнс байланыс жүйесін жаңа терминалдағы антенна арқылы қайта бағыттауды ұсынады. Трюдо бұл жоспарды мақұлдап, оны қорғауға SWAT тобын жібереді. Ал Джон қызмет көрсету туннелдер арқылы жасырын өтіп, жертөледе тұратын үйсіз тазалаушы Марвинмен кездеседі. Марвин оған терминалға апаратын жасырын жолдарды көрсетеді. Жолаушылардың шыдамы таусылып жатқанда, Барнс пен 5 SWAT офицері антенна орналасқан өткелге жетіп, жүйеге қосылады. Бірақ оларды әуежай жұмысшылары болып киінген Стюарттың адамдары тосып алады. SWAT тобы біртіндеп жойылады. Джон араласып бірнеше шабуылдаушыны өлтіреді және құрылыс тіректерін құлатып, шабуылды тоқтатуға тырысады. Бірақ бомба жарылып, антенна жойылады. Барнс тірі қалады. Алайда резервтік жоспар іске аспайды. Стюарт Барнстың радиосын тыңдап, өз адамдарының өлгенін түсінеді. Ашуланып басқару мұнарасына қоңырау шалып,
кек алатынын айтады. Джон радио арқылы Стюартты елін сатқан үшін айыптайды. Жауап ретінде Стюарт аз отыны қалған бір ұшақты нысанаға алуды бұйырады. Ол өзін Даллес диспетчер ретінде таныстырып, Flight 114 ұшағына қараңғы ұшу жолағына қонуға бұйрық береді және жалған биіктік деректерін жібереді. Джон оның ұшақты әдейі құлатпақ екенін түсінеді. Сигналды тоқтатудың жолы болмағандықтан, ол қолдан жасалған алауларымен ұшу жолағына жүгіріп шығып, ұшқыштарды ескертуге тырысады. Бірақ ұшақ тым тез төмендеп, ұшу жолағынан асып кетіп, алып жарылыспен құлайды. Ішіндегі барлық адамдар қаза табады. Стюарт ұшқыштың соңғы сөздерін еш эмоциясыз тыңдап, талаптарын орындаса ғана басқа апат болмайтынын ескертеді. Бұл апаттан кейін басқару мұнарасы күйзеліске түседі. Трюдо Барнсқа әуеде айналып жүрген ұшақтарды ескерту үшін басқа амал табуды бұйырады және терроризмге қарсы арнайы бөлім келе жатқан хабарлайды. Холли отырған 140-шы рейсте небәрі 90 минуттық жанармай қалған. Шіркеуде Стюарт ұшақ апаты туралы жаңалықтарды тыныш қарап отыр, ал бүкіл елде қорқыныш тарай бастайды. 140-шы рейсте Торнбек радио үнсіздігін тексеріп, танысына эфирді тыңдатуды сұрайды. Олар тек навигациялық маяк сигналын ұстап алады. Бұл басқару мұнарасы бұзылғанын білдіреді. Сол кезде әуежайға элиталық арнайы жасақ келеді. Оларды майор Грант басқарады. Ол Стюартпен бұрыннан таныс екенін айтып, бұл жағдайды өзінің тобы шешетінін мәлімдейді. Командалық пункт әуежай полиция бөлімінде құрылады. Барнс Стюарттың жүйелерін іске қоспай-ақ сыртқа навигациялық маяк арқылы ескерту хабарын таратуға болатынын анықтайды. Диспетчерлер ұшқыштарға әуежайды террористер басып алған хабарлап, әдеттегі байланыс арналарына жауап бермеуді бұйырады. Торнберг бұл хабарды жасырын түрде жазып алады. Гранттың тобы багаж аймағынан сигналды бұғаттайтын құрылғы табады. Бірақ оны толық ашу үшін бірнеше сағат қажет. Джон Гранттың жабық жиналысына қатыстырылмайды және Холлидің ұшағында сонша уақыт жоқ екенін түсінеді. Джон қайтадан Марвинге барады. Марвин террористердің түсіп қалған радиосын тауып береді. Ол әлі де шифрланған болса да жұмыс істеп тұр. Енді Джон Стюарттың барлық байланысын тікелей тыңдай алады. Эсперансаның ұшағы ақш әуе кеңістігіне жақындағанда Стюарт бір ғана ұшу жолағын жарықтандыруды бұйырады және басқару мұнарасы кедергі жасаса, тағы бір ұшақты жойып жіберетінін ескертеді. Ол өзін Даллес мұнарасы ретінде таныстырып, Эсперансаның ұшқыштарына белгілі бір ұшу жолағына қонуды бұйырады. Ұшақ ішінде Эсперанса күзетшіні өлтіріп, кабинаға кіріп кетеді, екі ұшқышты да атып өлтіріп, ұшақты өзі басқаруға алады. Джон мұның бәрін ұстап алған радиосы арқылы есті, көріну нөлге жақындаған қарлы боранда техникалық дәліздер арқылы ұшу жолағына қарай жүгіріп барады. Эсперансаның ұшағы қатты соққымен қонатта тоқтар алдында Джонды басып кете жаздайды. Эсперанса қарумен шығады, бірақ Джон оған шабуыл жасап жарылайды. Сол сәтте Стюарт пен оның адамдары келіп, Джонды жеңіп, кабинаға күшпен кіргізеді. Стюарт есікті жауып адамдарын кабинаға оқ жаудыруға бұйырады. Содан кейін ішіне граната лақтырады. Соңғы сәтте Джон ұшқыштан катапульт орындық механизм арқылы сыртқа ұшып шығады. Артында кабина жарылып кетеді. Стюарттың адамдары таң қалып қалады. Ал Джон аман-есен жерге қонады. Өрт сөндіру көліктері жақындап келе жатқанда Стюарт Эсперансамен бірге шіркеуге шегінеді. Ал 140-шы ұшағында жанармай өте азайып кетеді. Торнберг өзін ауырғандай көрсетіп, дәретханадан жасырын түрде жаңалықтар редакциясына хабарласады. Әуежайда Джон Эсперансаның жараланғанын хабарлайды. Грант оны араласқан үшін қатты ұрсады. Бірақ сол кезде Пентагоннан қоңырау келеді. Барнс Стюарттың әрекет ету уақытына қарап, оның базасы жақын жерде болу керек екенін түсінеді. Ескі карталарды пайдаланып, іздеу аймағын тарылтады. Джон мен Барнс жақын маңдағы ауданды тексеріп, шіркеудің Стюарттың базасы екенін анықтайды. Барнс әскери көмек шақырады, ал Джон жалғыз өзі алға жылжиды. Дәл сол сәтте Холли Джонға телефон соғады, бірақ Джон күзетшімен шайқасқа түсіп қалады. Күрес шуын естіген Грант өз бөлімін қозғалысқа келтіреді. Джон күзетшіні өлтіреді. Гранттың тобы келген кезде Лоренса тағы да наразылық білдіреді, бірақ Грант көпшілік алдында Джонның айтқандары дұрыс екенін мойындайды. Арнайы жасақ шіркеуге шабуыл жасайды. Дабыл іске қосылады. Стюарт толық қарсы шабуыл жасауға бұйырады. Ғимараттың барлық жеріне жарылғыштар қойылады. Ал Эсперанса қарда жүретін мотоциклдармен қашып кетеді. Джон олардың соңынан қуып, Стюарттың бірнеше адамын өлтіреді. Бірақ Эсперанса боранның ішінде жоғалып кетеді. Арнайы жасақ шіркеуді бақылауға алып, қалған жарылғыштарды залалсыздандырады және Эсперансаның қашып кеткенін растайды. Шаршап ашуланған Джон жалғыз өзі қардың ішінде қуғынды жалғастырады. Ол Эсперансаның ізін тауып, Стюарттың қалған адамдармен шайқасады. Саны аз болғандықтан Джон атыс кезінде
кезінде өзін өлгендей етіп көрсетеді. Стюарт оның өлгеніне сеніп, қуғынды тоқтатуға бұйырады. Жалғыз қалған Джон террористердің бір қару жалған екенін байқайды. Сонда ғана ол бұрынғы атыстың қолдан жасалған қойылым болғанын түсінеді де әуежайға қарай жүгіріп кетеді. Стюарт Далласке хабарласып, қашуға дайын тұрған ұшағы 11-ші ангарда күтіп тұрғанын растайды. Жеке байланыс арнасында майор Грант Стюартпен сөйлесіп, олардың бірге жұмыс істеп жатқанын ашады. Ол тіпті Стюарттың өлген адамдарынан жарылғыштарды алып тастаған айтып, сатқын екенін толық дәлелдейді. Ал 140-ші ұшағында Торнберг жаңалықтар редакциясымен байланыс алады. Олар 114-ші ұшағы кабинасынан жазылған аудионы естігенде, бұл оқиғаны тікелей эфирде көрсетуді шешеді. Әуежай полиция бөлімінде Грант пен оның адамдары жағдай аяқталуға жақын деп тынышталып отырады. Кенеттен Грант өз бөлімінен емес жалғыз сарбазды өлтіреді де Стюартқа бәрі жоспар бойынша жүріп жатқанын хабарлайды. Джон Марвимен қайта кездеседі. Дәл сол кезде Торнбергтің тікелей эфирі терминал экрандарында көрсетіліп, бүкіл елге әуежайды террористер басып алғаны мәлім болады. Джон Лоренсоның кабинетіне кіріп барып, Грантты сатқын деп айыптайды. Лоренсо алғашында сенбейді. Сонда Джон Стюарттың бар қаруымен оқ атып көрсетеді. Оның жалған екенін дәлелдейді және бұрынғы атыстың қойылым болғанын түсіндіреді. Шындықты түсінген Лоренсо бүкіл полиция күшін жұмылдыруға бұйырады. Әуежайда дүрбелең басталады, ал Торнбергтің эфирі халықтың қорқынышын күшейтеді. 140-шы ұшағында Холли тікелей эфирді көріп, бәрін түсінеді. Торнбергтің жауапсыз әрекетіне ашуланып, оны өз электрошокермен есінен тандырады. Осы уақытта Грант 11-ші ангарға келеді. Онда Стюарт пен Эсперанса қашатын ұшаққа дайындалып жатыр. Өздерін жеңдік деп ойлаған олар бір-бірін құттықтайды. Ал Джон тілші Сэм Колманның тікұшағын пайдаланып 11-ші ангарға қарай ұшып бара жатыр. 140-шы ұшағында жанармайдың соңғы минуттары ғана қалған кезде ұшқыш жолаушыларды төтенше қонуға дайын болуға шақырады. Осы уақытта Стюарттың ұшағы ұшуға дайындалып жатқанда Джон тікұшақтан секіріп ұшақтың қанатынан түседі. Стюарт пен Эсперанса оның тірі қалғанын көріп таңғалады. Бірақ жанармай бактары ашық тұрғандықтан олар оқ атудан тартынады. Майор Грант ұшақтың үстінде Джонмен бетпе-бет кездесіп, қатты жел мен аяздың арасында қолма-қол шайқас басталады. Джон ақыры Грантты жеңіп, оны реактивті қозғалтқыштың ішіне итеріп жібереді. Қозғалтқыш оны бірден жұтып өлтіреді. Содан кейін Джон ұшақтың жанармай клапанын ашады. Осы сәтте Стюарт тағы да шабуылдайды. Қатты жараланған Джон ұшақтан құлап кетеді. Бірақ құлап бара жатып, ағып жатқан жанармайды тұтатып жібереді. От жанармай ізімен ұшаққа қарай лап береді. Эсперанса ұшақты ұшыруға тырысқанымен жалын ұшаққа жетіп, алып жарылыс болады. Нәтижесінде Стюарт, Эсперанса және қалған террористердің барлығы қаза табады. Жанып жатқан ұшақтың қалдықтары ұшу жолағын анық көрсететін үлкен от жолағын қалыптастырады. Сол отты бағдар ретінде пайдаланып, 114-ші ұшақ аман есен қонады. Басқару мұнарасында Барнс пен қалған қызметкерлер ұшақтың сәтті қонғанын растайды. Құтқару қызметкері ұшу жолағына жаппай жетіп келеді. Осылайша дағдарыс аяқталады. Джон ұшаққа қарай жүгіріп барады. Жолаушылар қуанышпен ұшақтан түсіп жатқанда, ол Холлиді тауып, екеуі қайта қауышады. Тілші Сэм Колман осы сәтті камераға түсіріп тұрады. Бірақ кейін олардың жеке сәтіне кедергі жасамас үшін камерасын төмен түсіреді. Сол кезде Марвин келіп, оларды көлігімен апарып тастауды ұсынады. Олар кетіп бара жатқанда Лоренсо пайда болады. Ол бұрынғыдай қатал қалпына қайта оралғанымен, Джонның көлігіне жазылған тұрақ айыппұлын алғыс ретінде жойып жібереді. Егер бұл бейне сізге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ұнамаса, сенімді болу үшін дизлайкты 2 рет басыңыз. Бірақ ең дұрысы фильмді толық көргеніңіз жөн. Көргеніңізге рахмет. Келесі кездескенше.